Бұл сабақта сіздер ноутбук пен компьютермен сабақтарды қалай түсіру керектігін көретін боласыздар. 62 жастағы апайлардың өзі бұны жасап жатса, сіздің қолыңыздан келмеуі ол мүмкін емес. Бірақ бұл Camtasia бағдарламасы ол ақылы бағдарлама болып саналады. Біз апайларымызға оны тегін береміз. Мен сіздерге OBS программасымен қалай жасайтынын көрсететін боламын. Мына жерде выводты басасыздар, сосын мына жерде тікелей эфирге қатысқаныңыз үшін сертификат алатын боласыз. Құрметті мұғалімдер, екінші сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта сіздер ноутбук пен компьютермен сабақтарды қалай түсіру керектігін бірінші сабақтағыдай практикалық түрде көретін боласыздар. Мыжып отыруға уақыт жоқ, уақыт аз, сондықтан сабақты соңына дейін көріңіз, қасыңызда ноутбук пен компьютеріңізді дайындап отырыңыз. Ал енді бұл видеода мен бірден іске көшейін, қалай ноутбукпен сабақ түсіру процесі, яғни ноутбук, компьютермен сабақ түсіру процесі қалай болатындығын сіздерге көрсетейін. Енді бұл бізде математик Қайсар. Енді сабақ түсіру процесі қалай болып жатыр? Мына жақта енді бірінші артқа іліп қойған қара фон деген не деп отқан шығарсыздар. Мынандай любой қара фонды алып, енді қара десе қара ғана емес, ол көк, қызыл іле берсеңіздер бола береді. Бұл не үшін керек? Себебі сіздер мына жақта веб-камерамен түсіресіздер ғой, мысалы. Егер сіздерде компьютер болатын болса, онда сіздерге мынандай веб-камера керек болады. Өзіңіз енді видеоның бұрышында көрініп отырғыңыз келсе, енді көрініп отырғыңыз келмесе, онда веб-камера сізге керек емес деген сөз. Ал енді оның сіздерге былай қалай көрініп жатқандығын көрсетейік компьютердің экранына келіп. Мысалы, артқы фон мына жақта жаман болып көрінгенмен, ол экранда мынандай болып көрініп тұр. Яғни артқы фон біркелкі тап-таза, ештеңе жоқ, мұғалімнің өзі ғана көрініп отырады мына жерде. Осылайынан. Енді мына жерде қолына ұстап отырған бұл графикалық планшет. Графикалық планшет. Графикалық планшеттің қаламы, яғни сіздер мына жаққа не жазып жатасыздар, графикалық планшетпен не жазады, сол кәдімгі видеода оқушының экранына көрінеді. Сол бөлікті көрсетейік. Енді презентация қалай жасалатынын көрсетейік. Яғни бірінші ноутбук пен компьютермен сабақ жасамас бұрын, бірінші біз сабағымызға қатысты, яғни белгілі бір тақырыпқа арналған презентация дайындап аламыз. Яғни міне презентация былайынан көрінеді. Мына жерде презентациялар бар, мынаған қойық. Яғни мына жерде презентацияда мына оң жақ, төмен жағында видеоның орны тұр, иә. Мына жерде мұғалімнің өзі бұрышта көрініп отырады. Сіздер де осылайынан бұрышта көрініп отыратын істеуге болады, немесе көрінбей есеңіздер де болады. Яғни өздеріңіздің қалауларыңыз. Енді осыны, яғни презентацияны ауыстырып отырып видео жасайсыздар. Яғни презентацияны ауыстырып запись экранымен жасайсыздар. Ал запись экранын мен сіздерге OBS программасымен қалай жасайтынын көрсететін боламын. Яғни қазір сабаққа алсақ, яғни OBS деген программа осы. Қазір мынаны қалай жазып алып, қалай қолданатындығын сіздерге көрсетіп беремін. Енді жаңағы өзіңнің түсірген бір сабағын көрсетсең. Міне осындай сабақ жасалған, яғни сіздер бірінші презентация дайындап аласыздар, одан кейін мен қазір көрсететін OBS деген бағдарламаны қолданып презентацияңыздан видео жасап аласыздар. Енді бұны тек қана мынандай компьютермен ғана емес, оны мынандай ноутбукпен де сабақ түсіре беруге болады. Яғни бастысы бұрышта көрінгіңіз келсе, мынандай камерасы болса жеткілікті, яғни өзіңіз көрініп тұратындай. Ол маңызды емес. Ал егер сіздің компьютеріңізде мынандай веб-камера болмайтын болса, мынандай веб-камера, онда сіз тек өзіңіз презентацияңызды ғана көрсетіп сабақ жасай бересіз. Ал енді негізінде сіздерге қазір көрсететін бағдарлама OBS қой. Негізінде мынандай Camtasia деген бағдарламамен жасау керек. Camtasia деген өте ыңғайлы бағдарлама. Бұнымен сабақ түсірген кезде, мына жерде дайын түсірілген сабақ тұр. Енді мына астындағы ленталарды қиып, яғни қателесіп кеткен жерлерді алып тастап, жазулар шығарып деген сияқты сондай заттарды істей беруге болады. Бірақ бұл Camtasia бағдарламасы ол ақылы бағдарлама болып саналады. Біз оны өзіміздің курсқа қатысып жатқан апайларымыз осыны қолданып үйреніп жатыр. Біз апайларымызға оны тегін береміз. Ал енді сіздерге мына тегін интернеттен оңай жазып алатын OBS көрсететін боламын. Ал енді сіздерге осы OBS бағдарламасын үйретуді бастап кетейін. Яғни бірінші компьютердің экранына ауысайық. Презентацияларды ауыстырып, өзі апайымыз бұрышта көрініп, осындай сабақ жасап шыққан. Мынау бір кішкентай балаларға арналған бір сабағымыз екен. Енді тура осындай сабақты қалай жасаймыз? Ол үшін жаңағы айтқанымдай OBS деген программа арқылы жасауға болады. Енді OBS деген программаны қайдан жазып аламыз? Ол үшін Google-ға өтеміз. Google-ға OBS Studio деп жазамыз. Сосын кіреміз. Скачать OBS Studio деп мына жерге шықты. Осыны басамыз. Сол кезде мынандай сайт шығады сіздерге арналған. Енді мына жерде сіз Windows болатын болса, мына төрт бұрышты басасаңыз болады. Сізге Windows жазылады. Енді сіздің компьютеріңізде осылай тістелген алманың суреті бар болатын болса, осыны басасыз. Енді мынандай система ол жоқта шығар, оны айтпай ақ қояйық. Сіздер енді көбінесе Windows ұстайсыздар.
Ал енді осыдан орнатылып жақсы істеп кетіп жатса, жақсы деген сөз. Ал енді бұнымен істемей қалып жатса, онда сізде 32 биттік деген сөз. Ондай жағдай болып жатса, мына жерде скачать установщик 32 бит деген сияқты. Осыны басып жазып аласыздар. Бірақ негізінде көп жағдайда мына біріншісін басып жазып алған кезде істеп кете береді. Ал енді осыны басып қалсаңыздар, скачать деп шығады. Ары қарай баса берсеңіз, жазылып кете береді. Яғни ары қарай мен сіздерге көрсетпей ақ қояйын. Өйткені менде OBS бағдарламасы дайын жазылып тұр. Енді сіздерге мен OBS программасына кірейін. Яғни OBS бағдарламасына кірсеңіздер, тура осылайынан тұрады. Ал енді мынаның ішіне қалай презентация кіргіземіз деген сұрақ болады ғой. Ол үшін біз бірінші презентациямызды дайындап алуымыз керек. Енді мысалы мынандай бір презентация. Мына жерде бірінші бетте мысалы мынау мен бір кумирларым тұр. Одан кейінгі бетте мына жерде бір есептің берілгені тұр. Енді одан кейінгі бетте мысалы үшінші есеп берілгені деген сияқты өздеріңіз не қойғыларыңыз келеді, соны жазып аласыздар. Яғни видео шыққан кезде мына презентацияны ауыстырып отырып, видео жасап шығасыздар, жаңағы апайымыз сияқты. Ал енді презентацияны қалай кіргіземіз? Ол үшін презентацияны дайындап алдық. Одан кейін мынаны үлкейтіп ашып қоямыз. Ауысқанға дайын қылып, болды. Енді мына жаңа OBS бағдарламамызға келеміз. Одан кейін мына оң жақ астындағы настройки дегенді басамыз. Осындай настройкалар шығады. Сосын мына жерде вывод деген бар. Мына жерде выводты басасыздар. Сосын мына жерде запись деген кнопка бар. Осы записьті басасыздар. Одан кейін мына жерде путь записи деп тұр. Яғни мына жердегі обзор дегенді бассаңыздар, мына жерде қайда сақтауғыларыңыз келіп тұр осымен түсірілген видеоны. Мен рабочий стол деген таңдаймын. Десктоп деп тұрған, менде рабочий стол. Сіздерде рабочий стол деп таңдайсыздар. Сосын окей, болды. Енді видеоларыңыз түсіріліп дайын болған кезде рабочий столда өзі пайда болып тұратын болады. Енді мына жерде формат записи деген бар. Мына форматты таңдауды ұмытып кетпеңіздер. Яғни мына жерде әртүрлі форматтар бар. Бізге MP4 деген керек. Астында звуковая дорожка екеуін таңдай салыңыздар. Болды. Енді артық басқа ештеңеге кесудің қажеті жоқ. Болды. Енді окей деп басасыздар. Болды. Дайынсыздар сіздер. Енді мына жерде источники деген бөлім тұр ғой. Осы источникидің астында плюс тұр, сол плюсті басамыз. Одан кейін мына жерде устройство захвата видео дейді. Яғни видео, сіздерде мына жерде әртүрлі шығуы мүмкін, но мына жерде кішкентай камераның суреті тұру керек. Яғни устройство захвата видео. Осыны басқан кезде мынандай шығады, окейді басасыздар. Мынаның астында устройство деген тұр ғой, осы жерден өздеріңіздің камераларыңызды таңдайсыздар, передний камераны. Яғни ноутбуктың передний камерасын таңдап қоясыздар. Сол кезде осылайынан сіздер көрініп тұрасыздар. Болды, окей дегенді басамыз. Енді мынаны кішірейтіп тастайын, кішірейтіп енді қай жерге қойғыларыңыз келеді, сол жерге қоя берсеңіздер болады. Мысалы, оң жақ бұрышта отырып сөйлеп отырады, ең бір көп таралған түрі осы, оң жақ бұрышта отырып сөйлеу. Енді біз мынаның артында презентациямыз тұру керек қой, яғни мына қап-қара жерде презентация тұру керек. Ол үшін не істейміз? Источники дегенге келіп, мына жерде плюсті басамыз, одан кейін захват экрана дегенді басамыз. Захват экрана, сосын окей, болды. Енді мына жерде бұлайнан бірінің артынан бір қайталан кеткен, оған мән бермей қойыңыздар. Мына астына барасыздар, окейді баса саласыздар. Енді мына жерде источникида устройство захвата видео деген төмен жағында оқып сіз көрінбей қалдыңыз, соны ұстап жоғары қарай көтере саласыздар. Сол кезде бұлайнан өзіңіз көрініп тұрасыздар. Енді мынаның артында презентация көрініп тұру керек қой. Ол үшін міне, ауыса бересіздер. Енді мына оң жақтағы астындағы начать запись дегендерді басып қаласыздар, начать записьті. Болды, запись кетіп жатыр енді сіздерде. Сіз енді бүйтіп презентацияға барасыз. Енді презентацияға жазып бастайсыздар. Тура осы презентацияға қойып қойып сөйлей берсеңіздер болды. Сізге видео жазылып жатыр, өзіңіз бұрышта көрініп тұрсыз деген сөз. Бірінші тұрған Әлихан Бөкейханов деген сияқты, екінші Илон Маск, үшінші Ричард Фейнман, төртінші Бауыржан Момышұлы. Мысалы, мына жерде есептің берілгені, көлемі деген сияқты. Осылай сөйлеп отырып, презентацияны ауыстыра бересіздер. Енді OBS-қа қайттан келейік та. OBS-те остановить запись дегенді басамыз. Болды, остановки записи. Сіздерде енді видео сақталды. Сіздерде видеоларыңыз сақталды, түсірген видеоларыңыз. Енді ол қайда сақталғанын жаңа белгіледім, рабочий столға сақталсын деп. Енді түсірген видеомды көрейік. Міне, менің жаңа түсірген видеом мынандай болып ашылып тұр. Міне сіздерге жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Қосып көрейік. Ол запись кетіп жатыр енді сіздерде. Сіз енді бүйтіп презентацияға барасыз. Міне презентациямызға келдік. Енді презентацияға жазып бастайсыздар. Бірінші тұрған Әлихан Бөкейханов деген сияқты, екінші Илон Маск,
түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай қарапайым видео түсіріп салсаңыздар болады OBS студиямен. Жақсы, енді жаңағы видеомызды ары қарай жалғастырайық. Ноутбукпен сабақ түсіруді енді мұғалімдер үйренген шығар, бірақ по-любому бірінші сабақты көрген кезде по-любому адамның ойында тұрады. Бұл техникалық заттар ғой, бұлар жастар болған үшін үйреніп алды. Мен бұны меңгере аламын ба? Енді ондай ой келуі ол заңды деп айтайын, себебі бұндай затты бұрын көрмегенсіздер, енді ғана көріп жатсыздар. Бұл жерде енді қиын сияқты көрінгенмен, мен видеода айтам да, мына кнопканы бас деймін, сол кнопканы басады, мынаны бас деймін, соны басады. Просто артынан қайталап кнопканы бассаңыздар болды, яғни кез келген сабақты жасап қаласыздар. Ал енді барлығы нақты болу үшін сіздерге ноутбукпен біздің курсқа қатысып сабақ түсірген апайлардың жұмыстарын көрсетейін. Мысалы, мынандай сабақ жасаған, мынандай да сабақтар болған, енді осындай форматта да сабақтар болған. Енді осы сияқты сабақтарды сіздер ешқандай қиындықсыз жасай бересіздер. Яғни 62 жастағы апайлардың өзі бұны жасап жатса, сіздің қолыңыздан келмеуі ол мүмкін емес. Жаңа сабақ басталған кезде айттыңыз, ноутбукпен сабақ түсіруге арналған 2 программа бар. Біреуі Camtasia деді. Camtasia, сіздің қазір үйреткеніңіз OBS. Бұл арқылы еще олар тікелей эфирде сабақ өте алады, тікелей эфирде сабақ өте алады. YouTube-қа осы OBS-ті жалғаймыз, содан кейін жаңағы тікелей эфирға презентациямызды көрсетіп отырып, YouTube-тан тікелей эфирде сабақ өтуге болады. Яғни бұл видеоны жазып алып жіберіп отырған немесе кез келген басқа платформаларда тікелей сабақ өткеннен ол жылдам болады. Яғни қатып қалу сеті нашар болса да ондай болмайды. YouTube ең жақсы. Яғни сіз тікелей эфирде сабақ өтіп жатасыз, жанында чат ашылады, чатта кәдімгі оқушылар сұрағын қойып отырады, сіз соған бірден тікелей жауап беріп отырасыз. Сондай мүмкіндікті де бере алады OBS. Енді біздің 3-ші сабағымыз оқушылардың максималды түрде кері байланыс алу, ал ол кезде олар OBS пен сабақ өтетін болса, значит кері байланысы көп алынады. Прям сабақ өтті и сразу жауап келіп отыр. Бірақ енді ол жерде кері байланыс алудың өте түрлері көп, яғни оның барлығы нақтырақ қандай кері байланыс алу түрлері бар, соның барлығын келесі сабақта көрсетіп берейік. Келесі сабақты көргеннен кейін 3 сабақты көріп бітсеңіз, сізге тікелей эфирге шақырту келеді. Тікелей эфирде біз Жігер екеуміз қазір 2 сабақты көрдіңіздер ғой, енді сұрақтар болып жатқан шығар. Сол сұрақтарды тікелей эфирдің барысында қоясыз, жауап береміз. Тікелей эфирге қатысқаныңыз үшін сертификат алатын боласыз. Жақсы. 3-ші сабақты дәл қазір мына сабақтан кейін көрсеңіз болады, немесе 8 сағаттың ішінде. Ескертемін, 8 сағаттың ішінде көрмесеңіз тікелей эфирге шақырту келмейді. 2 күн сабақты босқа көрген боласыз, былайша айтқанда. Енді нәтижелеріңізді бөлісіңіздер. Өз түсірген сабақтарыңызды Инстаграмға салып, бізді белгілеуді ұмытпаңыздар. 3-ші сабақта кездескенше.